Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз «Привет, мистер миллиардер» атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Бұл Ван Даюй, төменгі лигада ойнайтын 37 жастағы қақпашы. Басқа командаға кіру туралы келісім жүріп жатады. Бас кейіпкер жақсы әсер қалдыру үшін барын салады. Өзінің ойынша ол керемет үміткер. Жасына қарамастан өзін әлі жас сезінеді. Бірақ оның миға сыймайтын әрекеттері жаттықтырушыға кері әсер етеді. Оның орнына ер адам қарсылас команданың добын әдейі өткізсе 200 000 юан ұсынады. Қытайлықтың көздері ақшаны көргенде жайнап кетеді. Бірақ бұл қақпашының өз қағидалары бар. Өзіне сенімді жаттықтырушыға өте әсерлі жауап қайтарады. Ол өз қақпасына ештеңе жібермейді. Бірақ мақтаншақ Даюй қиялданып тұрғанда 5-1 доп қақпасына еніп кетеді. Қарсыластары Даюйдың командасын тас-талқан етіп жеңеді. Солай ол ақшасыз да жеңіссіз де қалады. Келесі күні қақпашының жолы мүлде болмайды. Алдымен оның досы оны асылып қалды деп ойлап есігін бұзып тастайды. Сосын жаттықтырушы оны командадан шығарып қақпаға итті тұрғызып қояды. Оған қоса бір бәлеқор жолда жапа шегушінің рөлін сомдап бәле жабады. Бірақ екі дос терезедегі құстың нәжісін онымен сүртіп тастайды. Өкінішке орай жолаушы қыз осы сәтті видеоға түсіріп алады. Солай екі дос абақтыға жабылады. Дегенмен оның жолы болды. Біреу кепіл ақша төлеп шығарып алады. Олай істеген Даюйге ақша ұсынған Цзин жаттықтырушы болып шығады. Ол жаттықтырушы емес. Даюйге ұсынған ақша алғашқы сынақ болған. Ары қарай айтқан сөзі Ван Даюйды таң қалдырады. Ван Даюйдың туыс ағасы миллиардер екен. Ал Даюй жалғыз мұрагері болып шыққан. Байқұс жігіттің бұндай жаңалыққа жүрегі әрең шыдайды. Бірақ қуануға әлі ерте. Қу шал жігітке байлық оңай келмес үшін бірнеше сынақ дайындап қойған. Бай шалдың сенімді өкілі Цзин өсиет жазылған таспаны іске қосады. Ол жерде шал өсиет айтар алдын жолы болмағыш туысын мазақ етіп бір шапалақ беруін сұрайды. Өсиет шартын орындау мүмкін еместей көрінеді. Ван Даюй бір ай ішінде 1 миллиард юан жұмсаса, мұраға 30 миллиард алады. Егер қолынан келмесе түксіз қалады. Бірақ бәрі сондай оңай емес. Қу шал туысына ерекше талаптар қойған. Бір айдан кейін оның мүлкі мүлдем болмау керек. Ақшаны тек Сигун қаласында заңды жұмсау керек. Бағалы затты қиратып немесе бағасын асыруға болмайды. Ақшаны қайырымдыққа жұмсауға болмайды, тек өзіне жұмсау керек. Әрі 100 адамнан артық жұмысшы алмау керек. Олардың әрқайсысы бірдей жалақы алу керек. Әрі бұл жайлы ешкімге айтпау керек. Егерде Даюй шартты орындағысы келмесе, 10 миллион алып, қалған ақшаны Ин Илай атты ұжым алады. Таңдау оңай емес, бірақ біздің кейіпкер осал адамдар қатарына жатпайды. Даюй келісім шартқа қол қойғанда, Цзин оның жанына есепші қосады. Қыз кіріп келгенде Даюй оны бірден таниды. Даюй мен досы екеуін абақтыда түнеп шығуына себепші болған осы қыз еді. Седжу атты қыз дөрекі жігітпен бірге жұмыс істеуден бас тартады. Бірақ Даюйдың беделі көбірек болғандықтан ер адам дәл осы қызбен жұмыс істегісі келетінін айтады. Кейін досы екеуіне оның алатын ақшасын көрсеткенде таңданыстарынан аяқтары істемей қалады. Алдымен болашақ бай ер адам бұрынғы командасымен жүздесуге барады. Біз күткендей жаттықтырушысы оның сөздеріне күле қарайды. Тіпті ол өзін миллиардермін дегенде жаттықтырушысы оның миы шайқалған деп ойлайды. Бұндайға жауап ретінде Даюй команданы сатып алып чемпиондармен ойнағысы келетінін айтқанда барлығы оның сөзіне күле қарайды. Енді бір жерге тұрақтайтын уақыт келді. Даюй командамен бірге ең қымбат қонақ үйге барады. Жолда ол Седжуге қырындап көреді. Бірақ қатал қыз өзінің жігіті бар екенін айтады. Қонақ үйге кіре сала, команда мүшелері өздерін жабайы адамдарша ұстайды. Қонақ үй қызметкерлері олардан кетулерін сұрайды. Өйткені қонақ үйге тек клуб мүшелері тұрақтай алады. Даюй қонақ үй бір күнге неше тұратынын сұрайды. Оған күніне 100 000 болады дегенде, ол қонақ үйді бір айға берсе 20 миллион ұсынатынын айтады. Бұл соманың ішіне қызметкерлерге кетіретін моральды шығыны да кіретінін жеткізеді. Бұл сөздерді естіген администратор жомарт тұтынушыға жағу үшін бірден өзгеріп шыға келеді. Күннің соңында Даюй керемет қонақ асын беріп, жақын досын қазір ғана құрылған инвестициялық компанияның басшысы етіп тағайындайды. Разве плохо быть псом?
Біраз уақыттан кейін Седжу оған: осылай ақшаңды шаша берсең, жарты жылдан кейін банкрот боласың дейді. Бұл жаңалық ер адамды қобалжытады, өйткені жарты жыл деген өте көп. Сол уақытта қыздың жігіті Людзиан кіреді. Қыз басшысына жігітінің ақшаның құлы болма деген қойылымына келуін шақырады. Бірақ Даюй жігітті көріп, оған қомақты қаржыға бағбаншы болуды ұсынады. Көп ақшаны көре сала ер адам өзінің мақсатын ұмытып, бірден келісе кетеді. Седжу одан көңілі қалып, қарым-қатынасын бірден тоқтатады. Жарты жыл деген өте көп уақыт. Солай Даюй ақшасын керемет қарқынмен жұмсауға кіріседі. Бұл жолы ол құлдырауға кетіп бара жатқан барлық акцияларды сатып алып, миға қонымсыз заттарға қолдау көрсетіп, және жұмысшыларының армандағы барлық дүниелерін алып бергендіктен оны барлығы жақсы көреді. Солай ақшалары Сахарадағы қар секілді жылдам құри бастайды. Бірақ бұл да жеткіліксіз еді. Солай ол атақты адаммен тамақ ішу 10 миллионнан жоғары тұратынын естігенде, ол бірден инвестиция жұлдызы Лафит мырзаға 40 миллион юан беріп, түскі ас ішуге шақырады. Тәкаппар ақсүйек Даюйдың ақмақ сұрақтары мен күнде осылай тамақ ішу ұсынысына разы болмай ұрысып кетіп қалады. Бұл жағдай оның компаниясының акциясын өсіріп жіберетінін ол білмеген еді. Оның компаниясы 100 миллион табысқа шығып кеткен. Оның үстіне болмайтын заттарға қолдауы табысты болып шығады. Жұмысшылары бұндай табысты жағдайда басшылары неліктен қапалы екенін білмейді. Келесі күні досы табысты от шашу жасап атап өтуді ұсынады. Бұған қуана келісіп, қаладағы барлық от шашуды сатып алады. Дәл осы күні Седжудің туған күні болып шығады. Бұл күнді қыз жалғыз қарсы аламын деп қапаланған еді. Бірақ от шашуды көріп, Даюй бұны мен үшін жасады деп ойлайды. Ал ер адам оған жай ұнайды деп ойлайды. Келесі күні Даюй Седжуді концертке шақыру үшін қаладағы барлық жарнама тақтайшаларын сатып алады. Басында қыз бас тартады. Бірақ жолда оған дәл сол бәлеқор кездескенде Даюй соншалық жаман адам емес деп келісімін береді. Солай қойылым керемет өтіп, екі жас жақындаса бастайды. Бірақ жас миллиардердің ақша шашуы назарсыз қалмайды. Солай Даюйды жергілікті бақ өкілдері айта бастайды. Оның жаулары жолын тауып мұрагерлік жайлы біліп қойып, мұраны алуына кедергі жасауға кіріседі. Жоспарлары қарапайым. Көрсе қыздар бағбаншыны сатып алып, ол соңғы күні Даюйге 200 мың юан салып жіберсе, ол жеңіледі. Сол уақытта Даюй уәде еткендей, оның командасы Хэнгтай атты чемпион командамен кездеседі. Оның командасы қалай жаттығып жатқанын көріп, ер адам қапа болады. Жаттығу орнына олар марш жаттықтырушыны айнала билеп жүреді. Бірақ досы айтқан жаңалық оны таң қалдырады. Цин досы екеуі бір келісімнен 1 миллиард табысқа кірген. Ашуланған Даюй досын ұрып, өзі суға секіріп кетеді. Көз алдындағы көп деген миллиардтар сағым болуда. Бұндай қарқынмен ол түксіз қалады. Бір ай бітуге жақын. Оған сол мезетте керемет ой келеді. Келесі күні ол конференция жариялап, өзінің байлығын айтып мақтанады. Бұған халық разы болмайды. Сол арада ол оларға өзін банкрот болғанын қалайсыңдар ма дегенде, барлығы иә деп жауап береді. Оның қулығы мынадай еді. Ол сақтандыру компаниясын ашқан. Ол компанияда барлығы денесіндегі майларын 1 юанға сақтандыра алады. Содан кейін әр келе салмақ тастаған адамға ол 1000 юань береді. Солай бүткіл қала оның клиенттері болады. Барлығы бірдей арықтау үшін спортпен айналысады. Цзиннің серіктестері Даюй келісім шартты бұзды. Ол ақшаны қайырымдылыққа жұмсап жатыр деп шағымданады. Бірақ Цзин бұл жаңадан шыққан сақтандыру ереже бұзылмады, сынақ күшінде қалады дейді. Солай көптен күткен чемпиондармен ойнайтын күн де келіп жетті. Алаңды Хэнгтайдың жанкүйерлері толтырып тастады. Көрермендер ортасында сары дақ секілді аздаған жергілікті команданың жанкүйерлері бар. Жұлдызды шабуылдаушы сенімді түрде жоқ дегенде 10 гол саламын деп жариялайды. Барлығы тең емес ойынды күтуде, бірақ Даюй командасы көрінбейді. Кенет көктен вертолет көрінеді. Миллиардер алаңға ерекше жолмен келеді. Бірақ жаттықтырушысы түсе сала ішін бір босатып алады. Ойын басталды, бірақ төменгі дәрежелі команданың мүмкіндігі жоқтың қасы. Бұны түсінген Жуань қарсылас команданың шабуылшысының әйелін күлкі етеді. Сол сәтте оны ұрып жібереді. Оның қулығы іске асты. Хэнгтай ойыншысы қызыл қағаз алды. Бір ойыншыға кем болса да, олар гол соғуларын тоқтатпады. Солай бірінші тайм бітеді. Жаттықтырушы Хризантем аталатын жоспарын ұсынады. Барлық ойыншы топпен жүрген қақпашыны дөңгелеп қоршап, қақпаға жақындатады.
Бірақ қараусыз қалған қақпаны қарсыластары оңай көздейді. Есеп 9-0. Амалдары таусылған олар тағы гол жібермеуге бар күштерін салмақ болады. Олардың жоспарлары топты бетпен қайтару еді. Тіпті қарсыластардың жанкүйерлері оларды жақтап қолдайды. Соңғы соққыны Жуань еркектігін бәске тігіп, голдан аман алып қалады. Ойын 9-0 болып бітеді. Ойын кезінде Седжу бұрынғы жігітін көріп қалады. Ол Даюйдың бәсте жеңілуіне кедергі келтіретінін айтып қояды. Қапаланып кетіп баратқан қызды баскесерлер ұстап алады. Оны босату үшін 10 миллион талап етеді. Қызды аямайтындарына сенімді болу үшін Людзианды үлкен ғимараттан итеріп жібереді. Негізінде барлығын ұйымдастырған Цзин еді. Бұл Даюйдың атасының жасаған нағыз сынағы екенін айтады. Егер ол қызды ақша үшін құрбан етсе түксіз қалады. Енді олар тек күтеді. Даюй ішімдік ішіп барлығын ұмытпақ болады. Бірақ қызға деген махаббаты бопсалаушыларға әкеледі. Ол мұрамен қоштасып үлгерген де еді. Бірақ сынақтан өткенін естігенде қатты таң қалады. Солай жолы болмағыш қақпашы Седжудің ең бай адамын айналып, тәкаппар сұлу аруды қалыңдық етіп алады. Осылай фильм аяқталады. Сіз Даюйдың орнында болсаңыз, миллиард ақшаға не істер едіңіз? Өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.